Қадірменді алтын босаға тыңдармандары, сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар. Бүгін оқитын шығармам, әңгімем, аянышты әңгіме. Сондықтан тіркеліп отырыңыздар, лайк басыңыздар, комментарияға жаза отырыңыздар. Поезд отар станциясынан өтісімен-ақ Шонай шалдан маза кете бастады. Оны мұнысын қоржынына салып, шапанын иығына іліп, терезе алдына келіп, шоқша сақалым омаштап шоқшиып отырып алды. Алматының төбесі әне-міне көрінгендей ақ арық мойнын алға созып қарай береді. Жол серігі Айымжан дейтін қыз бала. Елдегі Ұлман ақсақалдың Алматыда оқитын қызы. Бетінен иман нұры төгілген бір әдепті бала екен өзі. Әйтеуір Жолшыбай Шөкенді шайдан тарықтырған жоқ. Қазір жоғарғы текшеде пойыз ырғағына тербеліп кітап оқып жатыр. Шонай именденген ұзын бойлы ірі сүйекті өңкейген қара шал. Үстіне киетін шапаны да ұзын. Оның белін орамалмен буып алады. Көршілес Қарақалпақ, Өзбек, Түркмен шалдарынан үйренген әдеті. Шонайдың туған жері үстірт. Үсті болғанымен, ес біліп етек жапқан жері Қарақалпақтың Шоманай, Қоңырат аудандары. Қазір де сол елде келеді. Бағыты Алматы, сонда адам болған ұлы туралы. Сағынып келе жатқаны бірақ ол емес. Анау Едіге дейтін 7 жасар немересі. Сол жаманы алдан қол бұлғап тұрғандай тынышы кетіп, мойнын созып, терезеге қарай береді. Әй кішік-ай, дейді немересінің кейбір сүйкімді қылықтарын еске алып. Жазғы салым бұл елге жүрейін деп жатса, ата деп балпылдап, жан қалтасына әлденені тықыштап жатыр. Әй, бұның не десе немересі. Бұл қалта ауылдан асық алып кел дейді. Екі беті томпиып, еріні салбырап кетіпті. Әй күшік, ай, Шонай 6 ай жаз. Қоңырат Хожелі Шоманай нөкістегі ағайын жекжаттарды аралап, қонақасы жеген сайын асығын әлгі немересі беріп жіберген кішкентай қалтаға сала берді. Ол қалта жаз аяғына таман толған, қазір қоржын түбінде жатыр. Қалта толы асықты қолына ұстата салғанда немересінің төбесі көкке бірақ жетері сөзсіз. Жол жақын қалған сайын пойыздың жүрісі өнер емес. Шонай қарт Алматыдағы жалғыз ұлы тоқтасының қолында тұра бастағалы көп болған жоқ. Осыдан 2 жыл бұрын қылтамақтан кемпірі қайтты да Қоңыраттағы қаңыраған 4 бөлмелі үйде Шонайдың соқабасы сопайып жалғыз қалды. 95 көрем деген жасым бар еді, бұламық ішем деген асым бар еді, дегендей сөйтіп бір қиын күн туды басына. Ұлы мен келіні кемпірінің 40-қа өтпей жатып-ақ бұны сонау қиядағы Алматыға көшіріп әкетеміз деп қиғылықты салғаны. Көрмеген жері көрістан Алматыға алда-жалда кешем-ау деген ой болып па екен Шонайда. Табандап отырып алды. Оу, қара орман елден шығып қартайғанда қайда қаңғымақ. Марқұм Рауыш екеуі тірнектеп жүріп жинаған мал-мүлкін, даңғыраған қара шаңырағын қайда тастамақ. Қалай үгітсе де көнбеді, тапжылмады. Тек ұлы мен келіні кішкентай Едігені қолынан жетектеп ауылдан алып шыға бергенде ғана сыр білдірді. Көзіне жас айналып, шаңырағының ортаға түскені сонда байқады. Жаман немені кемпірі екеуі ес білгелі бауырына басып өсіріп еді. Қозғалып жүре берген поезд бейне бұның жүрек етін жұлып әкетіп бара жатқандай көз жасы салқын жуып еді. Сонда 3 күн ұдай жастығын құшақтап төсегінен тұрмады. Ел іші алтын бесік деген Шонайдың қапаланып жатқанын біліп,
Көрші қолан жақын жуықтың аяғы үзілмей, біреуі шайын қайнатып, біреуі пешін жағып, біреуі үйін сыпырып қарасып жатты. Бір үйде қазан көтерілсе, қонаққа алдымен Шонай шақырылды. Бірақ қанша айтқанмен өз отбасының қаңғыр күңгіріне де не жетсін. Шонай кемпірін Рауш 63 жасында қайтқан еді. Көзінің қарашығындай едігені ойлай-ойлай іш құсатып күйі төмендеуге айналды. Қатар құрбыларының қой кемпір ал, ең болмаса суынды жылытып, шайынды қайнатып беретін біреу керек қой. Енді қанша суынды жылытып, шайынды қайнатып біреу керек қой. Енді қанша ойлағанмен Рауш қайтып келмес. Тірлігін істеген абзал деп кеу-келегені құлақ асып отырғанмен онша қалағанда ойлайтыны марқұм Рауш. Рауштен кейін қалып бүйтіп қартайғанда жалғыздық көрем-ау деп ойламаған екен ешқашан. Бір үйдің шаруасын бас қосқалы дөңгелетіп келе жатқан Рауш бүйтіп ерте кетеді деп кім ойлаған? Уә, бұл жазымышқа не дуа. Сөйтіп жүріп Шонай сырқатқа ұшырады. Басының қаны таситынды шығарды. Бір күні сұп-суық үйінде төсегінен тұра беріп, мұрттай ұшып құлап та қалды. Жалғыздың халі мүшкіл екенін сонда ұқты да шошыды. Қолындағы жалғыз аты мен бұзауы, сиыр 5-10 қойы көздері жаудырап қараусыз қалды. Алдан қылышын сүйретіп қыста келе жатыр еді. Көршілері телеграммен дереу Алматыдағы ұлын шақыртты. Тоқтасын, келгенсін, үйді, малды, мүлікті көрші қоланға көтері саттырды. Тоқталсын, ырғап-жырғап, бұның дүниесін бұлдап сатуға көнбеді. Уақыты тар. Содан Шонай көрмеген жері Алматыдан бірақ шықты. Үйлері 5-ші қабатта, түсіп шығу ақмұн. Ермегі едіге. Ертеден кешке дейін сонымен сөйлеседі. Бұл ертегі айтудан жалықпайды, анау тын алудан жалықпайды. Ұлы да келінде қызметте. Таңертең ала көлеңкеде кеткеннен қас қарая үйде бастары бірақ қосылады. Лажы бітіп ішінен тынғаны болмаса, Шонай үшін мына өмір еркінмен кірген түрмеден сәл-ақ артық. Қыс одан соң шылқыған сулы көктем өтіп күн жалтырап, жер құрғағанға шейін әрең шыдады да, майдың ортасына таман алды-артына қарамай елге тартты. Шонайды елі бейне айдаудан қайтқан жандай дүрлігіп қарсы алды. Құрдастары құшақтасып көрісіп, кемпірлер жағы көздерін сулады. Қолдан қолға тигізбей қонаққа шақырып, жаз бойы Шонайдың жамбасын жерге тигізбеді. Күні кешке таянғанда поезд Алматының шетіне де ілікті. Жеттік пе, қызым? Деп қояды Шонай көңілденіп. Айымжан көзі мөлт етіп, төмен қарап күледі. Өзіне Құдай ажарды аямай берген келісті бала. Жолшыбай өзін талай жігіт төңіректеп, қылжақтап мазасын алды. Бірақ солардың біріне де езу тартпады-ау, езу тартпады. Шонай ішінен осындай қыз тәрбиелеген Олманға риза болып отыр. Вокзалдан екеуі таксиге отырды да, екінші Алматыға бет алды. Шөкен шофердің қолына бір қағазды ұстатты. Бұл не, ақсақал, деді такси жігіт. Адрес, деді Шонай. Шөкен ел аралап қыдырып жүргенде Алматыдан телеграмма келген. Ұлы мен келіні үйді шуы аздау тынып бір ауданға айырбастаймыз ба деп жүрген. Шамасы сол жобалары іске асса кереге. Ұлы, көке, үй айырбастадық деп жаңа адресті жазып жеріпті. Әлгі шофердің қолына ұстатқаны сол телеграмма еді. Шөкен көңілді. Көшеден портфелін сүйретіп өткен бала көрінсе шықшиып қарай қалады. Әлгі биыл мектепке баруға тез жаман немелесі едіге жүргендей солардың ішінде. Қанша оқымысты болып кетсен де асықты ұмыта қоймаған шығарсын әлі. Қызым, жатақхананы жатарда барсан да жарамай ма? Үйге түсіп шай су ішіп кет, асықпа деп
жол серігіне мезірет жасады. Қайтсын, еңбегі сіңді, өзім бір болайын деп тұрған бала екен. Рахмет ата, кеш түсіп кетті ғой, деп қыз бала ұяла қарсыласып келеді. Әлі де Тоқтасынның шәкірті болғансын, үйге кіруге жасқана ма белгісіз. Тоқтасын да қызық. Бұрынғы жылы осы баланың бағасын қойып бермей біраз қинапты. Жерлесім деп сеудің орнына жөндеп оқысын деп күніш бола қалыпты. Өзі Алматы жылына бір келіп сырттан оқиды екен. Өзі қыз бала екен. Сонда оның қай жерінен білім шықпақ деп бұл сұмдықты естігенде шөкен күйіп пісті. Содан көрші ауылда тұратын қыздың әкесі Ұлман шал Шонайға хабар салып, Шонай Алматыға телефон соғып, баласына ұрысып қызық болған. Атасы басқа демесен көзі көріп жүрген адам ғой, қойып бер бағасын, деп зіркілдеген еді ұмытып кеткен ұлына. Сол жақсылықты мына қаршадай бала әлі ұмытпаған екен. 3 күн ұдайы жол бойы елпілдеп қызмет етті Шонайға. Ой айналайын, бағы ашылған бала екен өзі.